Бүгін қарашаның 14-не бүкіл әлемдік қант диабетіне қарсы күрес күні болып есептеледі екен. Осы орайда қанымда қант деңгейінің мөлшерін анықтау мақсатында емхананың біріне келдім. Басты сұрақ: емделуім керек пе? Сонымен дәл қазір мен терапевт дәрігердің кабинетінде отырмын. Менің басты мақсатым осы қанымдағы қант деңгейінің мөлшерін анықтау болып табылады. Осы орайда дәрігердің қабылдауына келіп көріп керек екен. Ол менің жағдайымды сұрайды, мен денсаулығым туралы барлық мағлұматтарды осы дәрігерге айтып беретін боламын. Қант диабетінің белгілері мынандай болады екен: ауыздың құрғауы, дене салмағының төмендеуі, әлсіздік, жиі терлеу және жиі шөлдеу. Егер осындай жағдайларыңыз болатын болса, міндетті түрде дәрігерге барып көрінуіңіз жөн болады. Дәл қазір мен қант анализін тапсырдым және сол мезетте анықтадық біз менің қанымдағы қант деңгейінің мөлшерін. Ол 5-8 болып шықты, яғни бұл қалыпты жағдай. Қалыпты жағдайдан аспайтын көрсеткіш, яғни алаңдаудың қажеті жоқ. Қант диабетін алдын алу мақсатында 40 пен 64 жас аралығындағы азаматтар әр 2 жыл сайын, яғни жылдары келіп қан тапсыру керек. Мұндай іс-шаралар еліміздегі барлық емханаларда жүргізіледі. Ал балалар туралы айтатын болсақ, олар 10 және 12 жасқа толған кезде осындай тексерілуден өтеді. Осы емхананың қызметкерлері маған қатты ұнап қалды, сондықтан мен осы емханаға тіркелуді жөн көрдім. Қазіргі таңда біздің елімізде осындай емханаларға тіркелу шарасы өтіп жатыр. Аман болыңыздар және өз денсаулықтарыңызға көңіл бөлуді ұмытпаңыздар.